Егер сіздер қорқынышты каннибал маньяктар жайлы мультфильмдер қызықсаңыз, Людоед мультфильмін көріңіз. Бірақ ол балаларға арналғандықтан, оны көбіңіз қорқынышты жерін түсінбеуіңіз мүмкін. Бұл адам жегіш мына отбасының тас-талқан шығарған, және ол мына қыздың кесірі. Және де бүгін мен оны түсіндіретін боламын. Соңына дейін көріп жүр. Бір күні бір Даша деген қыз болыпты. Өте әдемі, бірақ мінезі қырсық. Мектепте де, үйде де ешкім тыңдамады. Сосын бір күні әпкесі оның бөлмесіне кіріп қалған кезде, ол оның ойыншығын, шашын қиып тастапты. Сосын әпкесі ашуланып оның артынан қуады. Және де қыз тығылып қалған кезде, сен жеп қоятын адам жегіш келсе ғой деп айтады. Ал қыз болса, оны әзіл деп ойлайды. Бірақ кейбір сөздерді айтуға болмайтынын білмеді. Және де дәл сол сәтте терезенің астымен нағыз адам жегіш өтіп бара жатқан еді. Және де ол тоқтап, естіп, қатты қуанады. Өйткені оның кешкі асы жоқ еді. Және де көп ұзамай есік қағылады. Табалдырықта ұзын бойлы, суық жүзді адам тұрады. Және де қайырлы кеш, менің атым Петр Ильич дейді. Және де мен адам жегішпін деп айтады. Бөлме іші тып-тыныш болып қалады. Ал әпкесінің өңі қашады. Ал ол болса, мен сіздің қарындасыңызды жеуге келдім дейді. Сосын Даша тез киініп алып, әлгі адам жегіштің пакетіне кіріп кетеді. Сосын кетіп бара жатқан кезде әпкесі тезірек жеңіз, ол қиналмау үшін деп айғайлайды. Ал әлгі адам жегіш болса, уайымдамаңыз, менің әкем де адам жегіш, анам да адам жегіш, атам да. Мен тезірек жеп қоямын дейді. Сосын үйге келген кезде анау қыз қашуға тырысады, бірақ қаша алмайды. Сосын қыз сағаттан бір мысықты көріп қалады. Сосын соған жүгіріп барып мысыққа кедергі жасайды. Ал адам жегішке болса бәрібір, ол тамағын жасап жатыр. Сосын қыз билеп оған Моцартты көрсетеді. Сосын бұл адам жегіш болса қызығып кетіп, мен де продюсер болам дейді, композитор болам дейді. Сосын қыз композитор болу үшін ең бірінші сізге тек қана гүлдер жеу керек дейді. Сосын қыз әлгі адам жегішке гүл жасауға көмектеседі. Сосын анау қыз, сіз осы жерде тамақтар жасай беріңіз, гүлдеріңізді, ал мен болсам ата-анам бар келін, олар келген шығар деп алдап қашып кетеді. Сосын қыз үйге келген кезде ата-анасы қуанады, ал әлгі әпкесі болса адам жегіш қайда дейді. Ал қыз болса, ол композиция жазып жатыр дейді. Сосын әлгі адам жегіш бәрін мен ешкім жемеймін атты концертіне шақырып жатыр екен. Сосын бәрі қуанып, мультфильм бітеді. Енді қорқыныш теорияларға кеттік. Даша келесі адам жегіш. Біз мультфильмде Дашаны қарапайым қызып көрдік. Және де оны әлгі адам жегіш каннибал алып кетеді. Бірақ сол каннибал әлгі Дашаны толық жемеді. Тіпті жемеді де. Неге деп ойлайсыздар? Себебі Дашаның өзі адам жегіш. Әлгі каннибал Дашаны алып кеткен кезде ол сезді Дашаның да адам жегіш екенін. Сол үшін оны жемеді. Және мультфильмда да біз Дашаның әлгі қуыршақтың шашын қиып тастап, оған жаман заттар жасағанын көреміз. Сондықтан қорытындыға келе Даша келесі адам жегіш. Ал екінші теория бұл бірінші теорияға қарама-қарсы десек те болады. Біз бірінші теорияда Дашаны адам жегіш жемеді десек, бұл теорияда Дашаны адам жегіш жеп қойды деген сөз. Көбісіңіз қазір түсінбей қалуыңыз мүмкін. Сен жаңа Дашаны жемеді деп айттың, енді жеді деп айттың ғой деп. Жоқ, мен теорияларды әртүрлі қылып айтамын. Және бұл теория бойынша адам жегіш Дашаны жеп қойған. Біз мультфильмде әлгі адам жегіш Дашаны қазанға тығып жатқанын көреміз. Ал Даша болса шығып кетеді. Бұл тек Дашаның ойында болған нәрсе. Ал шын мәнінде әлгі адам жегіш Дашаны қазанға тығып, қайнатып, одан сорпа жасап қойған. Себебі ешбір адам жегіш өз құрбанын бекерден бекер жібере салмайды. Және де өз құрбанын жемей қоймайды. Сондықтан әлгі адам жегіш Дашаны бостан-босқа жібермей, оны жеп өз қарнын тойдырған. Ал одан кейінгі болған заттар жай ғана Дашаның иллюзиясы. Өйткені ешбір адам жегіш бірден композитор болып кете алмайды ғой. Сондықтан кішкене ойланып көріңіздер. Соңында біз мультфильмде әлгі адам жегіш композитор болып бұл отбасыны концертке шақырады. Бірақ концертке емес, оны шын мәнінде өз үйіне шақырады. Оларды пісіріп жеу үшін. Егер түсінбесеңіздер айтайын. Мынау адам жегіш бір ғана Дашаны алып кетпейді. Себебі әлгі Даша кішкентай қыз, ал оған адам жегіш тоймайды. Сондықтан Даша арқылы бүкіл отбасын алып келіп, соны жейін деп жатыр. Ол арнайы жоспар құрып, концертке шақырамын, жақсы болып кеттім деп алдайды. Және де бүкіл отбасы оның үйіне келген кезде, сол кезде нағыз қызық басталады. Ол бәріне тамақ беріп жатқан кезде уланып, бәрін подвалға тығып, сосын адамдарды айтып қояйын, бұл жай ғана теория. Шын мәнінде ондай болды деп ойлап қалмаңыздар. Және қорытындыға келе, әлгі адам жегіш бүкіл отбасыны Даша арқылы жеп қойған. Және де бұл нағыз каннибализм.
Енді мен айтайын деп жатқаным, бұл жай ғана теория емес, бұл тіпті теория емес. Бәріміз мына мультикті кәдімгі балаға арналған деп ойлаймыз. Өйткені оны балаларға арналған, балалар қылып көрсетеді және де мультфильм қылып көрсетеді. Бәрі жақсы секілді. Ал егер оны ауыстырып қорқынышты атмосферамен қойса және сценарийін басқаша қылса, шынымен өте біртүрлі әрі қорқынышты сезіледі. Тіпті балаларға арналмағанға ұқсайды. Біз бұларды дұрыс көре алмадық, себебі бұл фильм жарық фильтрлармен және балаларға арналған сөздермен жасалған. Ал егер кәдімгі кино сияқты қорқынышты атмосферамен жасаса, бұл кәдімгі хоррор болушы еді. Қазіргі аниматорларға бұл идея. Осы мультфильмді ала тұра қорқынышты анимация жасаңыздар. Бұл бәріне жақсы өтеді деген сенімдемін. Бұл теория бойынша әлгі адам жегіш, каннибал, ол адам емес, жай ғана құбыжық та емес, ол нағыз шайтан. Біз мультфильмде мынау адам жегіш Дашаны 4 этаждан естіп қойған, тіпті дала шулап тұрса да. Ал бұндай есту қабілеті тек шайтанға тән деген ойдамын. Себебі адамдар мұндайды мүлдем естімейді. Сол үшін мынау адам жегіш нағыз шайтан. Және де адам жегіш осындай үлкен қалада тұра полицияға бір рет те ұсталмаған. Ал қарапайым адам болса, адам жегіш болса, оны бірден полиция алып кетуші еді. Сондықтан бұл адам жегіш жай ғана адам емес, ол нағыз шайтан. Және де шайтандар күшпен емес, сеніммен алады, яғни қулықпен. Ол қорықпа, бәрі жақсы дейді, және де бәрі жақсы болады дейді. Және де мен досыңмын деп айтады. Бірақ ол ең қауіптісі. Сондықтан әлгі адам жегіштен байқап жүру керек. Ал енді қорытындылай келе, бұл фильм біз ойлағандай жай ғана балаларға арналған оқиға болмауы мүмкін. Бұл оқиға сенім туралы және балаларға қауіп туралы және зұлымдықтың ашық емес, жасырын келетінін көрсетеді. Және де ең қорқыныштысы, біз оны бала кезде күліп көрдік. Ал мынау мультфильм нағыз қорқынышты хоррор екен. Ұнаса лайк бас және де мына видеоларды көріп кет.